Біреулер аспаннан Алладан кітап келген деп айту керек болатын болса, ол мұсылманның кітабы Құраннан басқа кітап емес шығар дейді. Біз мұсылман баласы болып жүріп, сол кітапты біліп жүріп оқымасақ ұят. Аллах Құранда сол кітапты оқуға бұйырған. Ал сол кітаптың ішіндегі барлық бұйрықтарды біз айтып кетіп жатуға уақыт жоқ дедік. Оны бір ғана екі үлкен бұйрықпен үлкен тиімді айтып кетейік. Жаңағы Құранда келген әке-шеңді сыйла, намазды оқы, өтірік айтпа, ұрлық жасама, үлкенді сыйла, кішіні құрметте, жақсы сөз сөйле деген бәріміз білеміз Құранды білмесек те. Бірақ бір қызық, Құранда келген ең үлкен бұйрықпенен ең үлкен тиімді білмейді көп адам. Қызық, соны білмейді. Құранда 1000 бұйрық бар, ең үлкені қайсысы? Құранда 1000 тиым бар, ең үлкені қайсысы десек, көп адамдар біле алмайды. Оның да себебі бар шығар. Кеше кеңес өкілі мен шайтан деген нәрсе пенсияға шықпай қызмет жасайтын нәрсе екен ғой, мақұл. Соның да азғыруы бар шығар, содан болу керек. Ең керекті нәрсені тұмшалап адамның санасынан. Құрандағы ең үлкен бұйрық Аллах айтады: «Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a». Әлемнің Раббысы сені жоқтан бар етіп жаратқан, аспан жерді төбеңнен құрған, астыңнан жер жаратқан Алла Тағалаға ғана ғибадат жаса, Алладан сұра, Алладан жәрдем өтін, Алладан қолдау сұра, ва ла тушрику бихи шай'a. Аллахтан бөлек еш нәрсеге жалынушы болма деген бұйрық екен. Еш нәрсенің ішіне бүкіл нәрсе кіріп кетеді. Періште де, пайғамбар да, жын да, от та, су да, әруақ та кіріп кетеді. Мына христиан діні, олардың Құдайдан келген пайғамбар бар еді, Иса деген. Христиан дінінің Құдайдан келген кітабы бар еді, Инжил деген. Библия деп қояды ғой сіздер. Солар адасып кетті. Оның адасқандығын біз намаз оқыған адамдар жақсы біледі. Фатиха сүресінде әрдайым бір күнде намаз оқыған 32 рет сол сөз айтады екен да: «Ғайрил мағдуби алейхим валад доллин». Доллин деген адасқандар дейді. Алла адасқандардың жолынан сақта, бізді адасқан жолынан дейді. Христиандар адасып кетті. Неге адасып кеткенін білесіздер ме? Үлкен бір күнә жасады. Айтпаса ол да әке-шешеңді сыйла дейді христиандар. Библиясын оқысаңыз тұр. Если ударят тебе по правой щеке, поставь ему левую деген сияқты. Үлкенді сыйла, не надо ходить по предсказателям деген сияқты. Ол библияшы тұр. Бір қызға библияшы шошқан етін жеме деген бар. Библияның ішіндегі бойынша киінетін болса, олар христиандар тура мұсылманның қызы киінгенде болып киінетін еді. Біз талай христиандармен жол бұл тақырыпты сөйлескен едік. Бірақ олардың бір үлкен күнәсі болды. Сол үшін адасты. Олар Құдайдың қатарында кімге сыйынып кетті? Исаға сыйынып кетті. Иса деген кім еді? Пайғамбар. Құдай Тағаланың қатарында Құдай жоқ деген жоқ ол. Қайсы христиан Құдай жоқ деп отыр? Богес деп жүр ғой. Бірақ Сын Божий деп Иисусқа сыйынып жүр. Сол Иса да көмектеседі, пайда зиян әкеледі деп. Исаға сыйынған үшін Аллах Тағала олардың ашу келіп, олар адасты. Егер пайғамбар Исаға сыйыну адасу болатын болса, онда ақылымыз орнында ғой. Пайғамбардан дәрежесі төмен әруаққа сыйыну қандай адасу екендігін айтпаса да түсінікті. Сол үшін Құрандағы бірінші бұйрық бір Аллаға сыйыну екен. Бүкіл пайғамбарлар міндеті сол. Пайғамбарлар бөлек-бөлек дін әкелген жоқ. Пайғамбардың хадисі бар: «Әл-әмбияу ихватун ва динухум вахид». Пайғамбарлар бауыр әкелген діні бір ғана дін дейді. Қандай дін? Құранда айтады: «Валақад баъасна фи кулли умматин ан яъбудуллаха фи кулли умматин расулан ан яъбудуллаха ваджтанибут тағут». Біз бүкіл халыққа пайғамбарымыз жіберіп отырдық дейді, Аллах айтады. Ан яъбудуллаха, Аллаға ғана сыйыныңдар, ваджтанибут тағут, Құдайдан бөлек нәрсенің бәрінен сыйынуды тоқтатыңдар дейді. Пайғамбарымыздың уағыз айтқан қауымы, олардың қателігі осы еді. Олар қажылық істеп жатты пайғамбарға дейін. Олар Алла деп айтып атты. Сөзіміз осы тақырыбымызды бір 5 минутта бітіріп сұраққа көшердің алдында соған бір мысал түсіндіріп кетейін. Бір арабша өлеңдер бар. Пайғамбарымыздың дәуірінде шыққан, пайғамбарымыздың дәуіріне кейін шыққан мұсылмандардың шыққан өлеңдер. Енді біреусіне келеді: «Инна лиллахи ибадан фудана, таблақу дуна ва хауфу фитана, назару фиха фаламма алиму аннаха лайсат ли хай ватана» деген сияқты. Біз арабшасын бәрін ұзағын айтып жатпай, қазақшалай салайық. Сол өлеңдерді. Қазір мен екі өлең оқимын сіздерге. Сол арқылы Құдайдың Құрандағы үлкен бұйрығының мәнісін түсінесіздер сол кезде. Екі өлең оқимын. Bir өлеңнің иесі, авторы
мұсылман. Екінші өлеңнің авторы кәпірлер. Кәпір болғанда жай кәпір емес, мына мушрик дейді, Құдайға серік қосушылар. Пайғамбардың үстіне түйенің шек қарын тастап, таспен қудалап, пайғамбарға зәбір көрсетіп, пайғамбарға соғыс жариялаған кәпірлердің өлеңдері. Соның қайсысы мұсылмандыққа, қайсысы кәпір екен, сіздер ажыратып берсеңіздер. Біріншісі, жаңағы Инна лиллахи ибадан футанада келетінде айтады, бұл дүние түсінгенге негізі күнәлар мен бүліктердің теңізі. Жүрген адам бұл дүниеге қызығып, қалар бір күн тұзды суға тұншығып. Ал Құдайдың ықыласты құлдары қалмас оған тектен текке алданып, құлшылығын қайық қылып өтетін жәннатына Раббысының жетеді дейді. Бұл бір өлең. Бұны кімдікі деп ойлайсыздар? Мұсылмандікі деп қояды. Екіншісін тыңдаңыздар енді. Мен әлі айтқан жоқ, бірақ қайсы мұсылман екен. Екіншісінде келеді, ол айтады: "Фала тактумунна ма фи нуфусикум" деп келетін өлеңде, жүрегіңде туындаған ойларың жаратқанға жасырын болып қалмайды. Күнәлі істер өміріңді ойран қып, ақыретте орнатады зор қайғы. Бұл кімдікі? Егер маған да осы өлеңді, мен енді арабшадан қазақша аударып жатырмын ғой, біреу сұраса, мен де сіздер сияқты жаңылатын едім. Мен болмаса айтарым, екеуі де мұсылмандық деп айтар едім, дұрыс па? Екеуінен де ақыреттің әңгімесі шығып тұр. Екі өлеңде де Құдай деп тұр. Екі өлеңде де күнәдан алыс болуды айтып жатыр. Бірақ бірінші айтқан өлеңі мұсылмандық еді, екіншісі пайғамбарға қаш дұшпан болып соғыс ашқан мушриктер екен. Онда екеуі де Құдай деп жүр ғой, пайғамбармен соғысқандар, оның не күнәсі бар деген сұрақ туады. Күнәсі бар еді. Олар Құдайдың қатарында, Құдайдан бөлек 360 пұтқа сыйынған еді. Ол пұт деген біз ойлаймыз тас екен деп. Жоқ, ата-бабалардың бейнесін келтірген тастар. Ата-бабасының бейнесін тасқа келтіріп, соған сыйынған. Мін солар. Яғни бұл күнә жаңағы Құдайды жоқ ширк күнәсі деген өте ауыр күнә. Құранда келеді: "Инналлах ла яғфиру ай юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика ма яша." Аллах та күнәлар ішінде серік қосу күнәсін кешірмейді, одан басқа күнәні кешіреді дейді. Басқа күнә көп. Арақ ішіп қояды, өтірік айтып қояды, ұрлық істеп қояды. Бір адам кешіріп жіберуі мүмкін. Біз білмейміз, кешірмейді деп айта алмаймыз ол адамға. Бір Құдай деп жүрегінде Құдай деп кетсе, Құдай қаласа кешіру мүмкін. Бірақ бір күнә бар, сонымен кетсе Құдай кешірмейді деген. Ол ширк күнәсі. Ширк деген не өзі? Жиі естіп жатқан шығарсыздар имандарыңызда. Серік қосу. Бұл қазақтың серік деген сөзі арабтың ширк сөзінен келген. Адамға ол сөзді айтуға жарасады, бірақ Құдайға жараспайды. Қазақта мақал бар: жалғыздық Құдай ғана жарасады дейді. Адам серіксіз болмайды. Мысалға бір үйге біреудің баласы келсе, бірінші баласының атын Берік деп қойса, екінші баласының атын Серік деп қою мүмкін да. Үшінші баласының атын Ерік деп қою мүмкін. Осы қазағында ат қоюға мәстір ғой. Солай кете береді. Қызы Гүлжамал болса, екіншісі Айжамал болып кете береді. Серік неге бірінші баласы Берік болып еді, екінші баласының атын Серік деп неге қойды қазақ? Қазақ ырымдап қояды. Не үшін? Ана Берікке серік болып жүрсін дейді қасында. Яғни ширк деген бір нәрсенің қасында бір нәрсені ілестіру екен. Ал Құдайдың қасындағы ширк дегеніміз, сен Құдайды жоқ демейсің. Құдай бар. Құдай мені жаратты дейсің, христиандар айтқан сияқты. Бог есть. Он Всевышний, он всемогущий, он все знает деп айтасың да христиандар сияқты. Я бәрін біледі дейсің. Бірақ Құдайдың қасына бір нәрсені орнақ қатарластырасың. Не жынды, не әулиені, не пайғамбарды, не әруақты. Сөйтіп серік қосасың. Осыны кешірілмейтін күнә дейді. Аллах айтады, пайғамбардың хадисінде жеткізгенде: "Тарактуху ва ширкаху." Кім осындай күнә істесе, мен оны тастадым дейді. Ол құл маған керек емес дейді. Сыйынған нәрсесі бере берсін жақсылығын дейді. Естен шығармайық. Өлгендер біздің дұғамызға мұқтаж, бірақ біз өлгендерге мұқтаж емеспіз. Пайғамбар болып тұрып айтқан сөзі: "Қул ла амлику лакум даррау ва ла рашада" деді. Пайғамбар ең абзал адам. Пайғамбарлардың ең артығы: "Мен ешқайсыңа пайда зиян келтіре алмаймын" деді. Егер пайғамбар сөз айтатын болса, онда басқаларды тыныш қоюымыз керек. Өлгендерге мазаламайық. Ал енді христиандар пайғамбарға сенады деді.
Ол Құдайдан сол пайғамбарға, Құдайдың қатарында пайғамбарға сенген үшін Құдайдан үлкен күнә істеді. Аллах мұсылмандарға тура соның күнәсіне түсіп кетпеу үшін Құран намаз оқитын адамға Құранда Фатиха сүресінде 32 рет долин адасқаннан сақта, адасқан сақта. Білуіміз керек не үшін адасты. Исаға сыйынып адасты. Біз онда болса әруаққа сыйынып адасып кетпейік. Бірақ әруақты сыйлау керек. Осы жерді ұмытпайық. Өйткені шайтан деген нәрсе бар. Шайтан өте бір жаман. Елдің арасында мынандай әңгіме бар. Ойбай, біреулер шықты, әруақ жоқ деп жатыр дейді. Сіздерге айтайын, Аллахтың атымен ант етіп айтайын. Әруақ жоқ деп айтқан әлі ешкім жоқ. Ешкім әруақ жоқ деп айтқан жоқ. Не молда айтқан жоқ, не муфти айтқан жоқ, не имам айтқан жоқ, ешкім айтқан жоқ. Бірақ әруаққа сыйынба деп айтты да. Сыйынба деп айтты. Шайтан анаған жеткенше, ана дастархан бастырған кезде самаурынды су алып деген сөз төрге жеткенше Самарқан су алып кетті. Ойбай, өзбектерге не болды деп. Қайғырар ғой? Ойбай, молдаларға не болды, не дейді, әруақ жоқ деп отқанын естеді. Қайғырады да сосын. Әруақты сыйлау бар. Сыйлау дегеніміз не? Өлсе аулап жуу, кебіндеу, жаназасын оқу, ұмытып кетпей дұға жасап тұру артынан артып садақа беру. Өзің мойында парыз қартын қылған болсаң, әке-шешеңнің атынан қажылық істеуіңе болады. Жақсы жақтарын узкуру махасина маутакум дейді. Өлгендердің жақсы жақтарын еске алыңдар дейді. Жақсы жағын еске алу. Міне соны сыйлау дейді. Соны сыйлау дейді. Ал енді әруаққа сыйыну ол сыйлау емес, ол қорлау. Неге қорлау? Өйткені Құранда аят бар, жаңағы христиандар Исаға сыйынды ғой. Иса пайғамбар. Ол жәннатқа кіру керек еді. Иса күнә істеген жоқ. Бірақ ол дүниеде Құдай Тағала Исаны сұрақ қалады екен, қатаң түрде алады екен. Не деп сұрақ қалады? Құранда аят келеді. Алла хабарлайды Құдайда Құранда. Болатын отырған. Иса айтады екен, қатаң тұр. Анта құлта линнаси иттахидуни ва умми илахайни мин дунилла. Ей Иса, сен бе не адамдарға өзің мен шешеңе сыйын деп айтқан? Менің қатарымда. Сонда Иса пайғамбар шырылдайды екен, Алла, жоқ. Мен айттым, Инна Rabbi Rabbukum. Инна Аллах Rabbi Rabbukum фа'буду хаза сират мустақим. Мен айтқан сөзім ма? Алла Тағала менің де Раббым, сендер Раббыңыз. Сол Алла ғана сыйындар, сол тура жол деп айтып кеткен. Мен өлгеннен кейін өздері сыйынып адасып кетіпті. Құдайым, жазалайсың ба, кешіресің бе, өзің біл деп туған жұртынан қашып кетеді. Иса пайғамбар. Ертең сен о дүниеге барған кезде бүкіл әруақ сенен қашады сыйынғаның үшін. Мен шаруам жоқ, мен сыйын деп айтқан жоқпын. Өздері дәлелсе сыйынғанды. Не дәлел бар? Бірақ дәлеліміз бар, ата-бабамыз істеп келе жатыр ғой деген сияқты. Есімізден шығармайық. Діннің негесі ата-бабамыз емес. Діннің негесі Аллах Тағала. Біз атқарушылармыз. Пайғамбар да дінге иегелік жасай алмайды. Аллах айтады: "Фаиннама алейкал балаг" дейді. Ей пайғамбар, сенің міндетің жеткізу ғана дейді. Сол үшін бұл жаңа Құранда келген үлкен бұйрық. Бүкіл бұйрықты айту уақытымыз болғаннан кейін ең маңызды осы нәрсе, ең үлкен құлшылық Құдайға серік қоспау. Сол үшін пайғамбарымыз айтты, тозақта біреулер мәңгі қалып кетеді да шықпай. Құдайға серік қосқандар, Құдай жоқ деген кәпірлер, мұнафиқтар, ислам дініне зиян берем деген. Ал мұсылман адам дейді, біреу намаз оқымады, бірақ Құдайға серік қосқан жоқ. Исаға да сыйынған жоқ, күнге де сыйынған жоқ, жынға да сыйынған жоқ, әруаққа да сыйынған жоқ. Бір Алла, хақсың ғой сен, Алла, барсың ғой деп жүрді. Өліп кетті, бірақ намаз жоқ, ораза жоқ, зекет жоқ, бүгін арақ ішіп қойған шығар. Сондай адамдар дейді, оқымаған намаз үшін дейді, Құдайдан да жауап беріп болғаннан кейін, жүрегіндегі таухид үшін, бір Аллаға сыйынған үшін тозақтан шығарылып жәннатқа кіргізіледі дейді. Пайғамбар айтады: "Ман қала фи ахири каламихи ла иляха дахалал жанна." Кімнің ең соңғы сөзі Алла сенен өзге сыйынатын ешбір тәңір жоқ деп өлсе, жәннаттың адамы дейді. Бұл Құранның ең бірінші бұйрығы. Ал үлкен тиым Құрандағы ол Құдайға серік қосу. Біз оны жаңа түсіндіріп кеттік. Аллахтан бөлек нәрсеге сыйынып кету екен. Аллах Тағала баршамызды өзінің жаңағы осы Құрандағы ақиқаттарды ақ қылып көруімізге нәсіп етсін, соған еруімізге нәсіп етсін. Өтірікті өтірік деп көруімізге нәсіп етсін, оған еруімізге нәсіп етсін. Аллах Тағала әрбір осы Құранда келген хақ дінді түсінушілердің қатарын, жеткізушілер қатарын көбейтсін, елімізге тыныштық, берекет берсін, ізгілік берсін, жақсылық алып келсін. Сондықтан Аллах Тағаланың хақысын таныған елде берекет бола береді деген сондай уәде бар Құранда. Сол берекетті ел жұртымыз